Баршаңызға сәлем. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын үй жағдайындағы муравейник жасаймыз. Ең алдымен сары майды ерітіп алып, оның үстіне қант қосып араластырып, содан кейін қаймақ қосып араластырамыз. Кейіннен оның үстіне ұн қойып, біркелкі болғанша қамыр илейтін боламыз. Бірінші мен қасықпен, содан кейін қолмен араластырып жасаған болатынмын. Осы жасағанымызды 15 минутқа қату үшін морозильникке салып қоямыз, екіге бөліп. Содан кейін пакетке салып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін алып, оны біздің пергамент қағазымыздың үстіне қойып, үккіштен өткізетін боламыз. Мен осы үккішпен өткізген болатын, сіздер мясорубкамен өткізсеңіздер де болады. Маған осылай ыңғайлы. Содан кейін барлығын жасап болған соң қызып тұрған 180 градустық пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Содан кейін міне қолмен осылай өте жақсы үгітілетін болады. Суытып алып, барлығын осылай үгітеміз. Үгітіп болғаннан соң біз кремімізді жасайтын боламыз. Жұмсақ сары майдың үстіне қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін үстіне біртіндеп қасықтап варенканы қосамыз. Сонда біздің креміміз дайын болады. Ал енді креміміз бен жаңағы біздің крошкаларымызды араластырып, муравейнигімізді жасайтын боламыз. Айта кетерлік жайт, сіздердің крошкаларыңыз міндетті түрде суыған болуы қажет, себебі біздің креміміз еріп кетуі мүмкін. Ал енді осындай стаканның көмегімен біз муравейниктің формаларын келтіреміз. Кез келгенін жасасаңыздар болады. Осылай қолмен ұрсаңыздар өздері түседі. Міне жасап біттім. Өте дәмді болып шықты. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер.